Assalamualaikum құрметті көрермендер. Менің есімім Сүйеніш болады. Монғолия қазақтары каналының кезекті шығарылымында Азияның төсінде Монғолияның бай бесік аймағында орналасқан Теңгіл сұмыны жайлы сіз біле бермейтін 20 дерек жайлы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз ендеше бастаймыз. Бірінші дерек Теңгіл сұмыны жер көлемі бойынша Монғолия мемлекетінде 333 сұмыннан 66 орынға, батыс 5 аймақ бойынша 12 орынға, Баян өлгей аймағы бойынша 1 орынды иеленеді. Екінші дерек Монғолия мемлекетіндегі ең биік шоқы осы Баян өлгей аймағының Теңгіл сұмынында орналасқан. Жалпы биіктігі теңіз деңгейінен 4374 шақырым биіктікте орналасқан. 4 мемлекеттің 2000 шақырымдай жерін қамтыған Алтай жотасының ең үлкен мұзды өзеніне саналатын Потанин өзені осы Теңгіл сұмынында орналасқан. Төртінші дерек Теңгіл сұмынында жалпы өзен, бұлақ, көлдерді қамтығанда жалпы саны 88-ді құрайды. Бесінші дерек, құрметті көрермендер, біз Теңгіл деген моңғол сөздің қазақша мағынасын Тоқатлы Бәзілханның Монғолша қазақша сөздік атты кітабынан қарастырып көрдік. Аталмыш Теңгіл сөзі екі негізгі мағынаны білдіреді екен. Бірінші мағынасы шаттық, думан, рахат, бақыт, масат, қуаныш, көңілділік, жайдарлылық деген мағыналарды білдірсе, екінші мағынасы Теңгел деген өзіндіктің атауын білдіреді екен. Алтыншы дерек Теңгіл сұмынында қазақ Тыва деген екі ұлт өмір сүреді. Теңгіл сұмынының жалпы халық санының 80%-ін қазақтар құраса, 20%-ін Тыва ұлты құрайды. Теңгіл сұмынында қазақтар қазақ хандығының орта жүзіне жататын Керей, Уақ, Найман руларынан құралса, Тыва, Ақ моншақ, Қызыл моншақ деген екі рудан құралған. Екінші дерек тарихқа көз жүгіртсек, қазақтар Теңгіл сұмынында жоңғар шапқыншылығынан бұрынғы дәуірлерде мекен етіп тұрған. Кейін жоңғар шапқыншылығы кезінде Алтайдағы барша қазақтар мен Көкшетау өңіріне қоныс аударған. Кейіннен жоңғарлар Маньчжурияның қол астына кіргенде қазақтар Көкшетаудан көшіп, өздерінің ата-бабасының бұрынғы мекеніне қайтып келген. Тарихқа сүйенсек, қазақтар 1800-ден 1806 жылдар аралығында Қобда бетіне көшіп келген. 8-ші дерек Теңгіл сұмынындағы Тыва халқының тарихына келетін болсақ, 18-ші ғасырдың басындағы жоңғар хандығының құрамындағы Уранхай қосынының құрамында Тывалар болған. 1940 жылы Баян өлгей аймағы Қобда аймағынан бөлініп, дербес аймақ статусына ие болған кезде аталмыш Теңгіл сұмынының жерінде Теңгіл Хайырхан және Сағанқол деген екі сұмын орналасқан болатын. 10-шы дерек 1952 жылы қазан айында халық ұлы депутаттарының шешімі бойынша Теңгіл Хайырхан сұмынының атауы Теңгіл сұмыны болып өзгертілді. 11-ші дерек 1960 жылы Теңгіл және Сағанқол сұмындары қосылып, Теңгіл деген бір сұмынды құрады. 12-ші дерек Теңгіл сұмынының орталығы моңғолша көшеді немесе қазақша көшеліп келіп аталынады. 13-ші дерек Теңгіл сұмыны Баян өлгей аймағының орталығы өлгей сұмынынан 72 шақырым қашықтықта орналасса, Монғолия мемлекетінің астанасы
Улан-Батыр қаласынан 1760 шақырым қашықтықта орналасқан. 14-ші дерек. Сіз білесізбе, Сеңгіл сымыны тарихы жайлы жалпы саны 5 кітап жазылған. Оның ең алғашқысын 1976 жылы аталмыш сымын орнауының 50 жылдығына орай тазын Сесікжуаға Сеңгіл сым немесе өркендеп келе жатқан Сеңгіл сымыны атты кітап жазса, екінші кітапты 1986 жылы аталмыш сымының 60 жылдығына орай сымын әкімшілігінен Баян-Өлгий аймағының алтын жұлдызды Сеңгіл сымыны атты кітап жазылды. Үшінші кітап 1995 жылы Сеңгіл сымының 70 жылдығына орай Жолбайыр Қадыс уәкілдердің авторлығымен саясат үміні Сеңгілден ұтық атты тақырыппен шығарылды. Төртінші кітапты 2006 жылы аталмыш сымының 80 жылдығына орай Сеңгіл 80 атты атаумен Монғолия мемлекетінің мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер, экономика ғылымдарының докторы профессор Сұлтан Тәукеевич жазса, 2015 жылы Сеңгіл сымын орнауының 90 жылдығына орайғы Баян-Өлгий аймағының Сеңгіл сымыны тарихи жинақ атты кітапты тағы да Сұлтан жазды. 15-ші дерек. Сеңгіл сымынан шыққан думалар Монғолия парламентін 24 жыл бойы басқарып келді. Онда кеңінен айта кететін болсақ, 1992-ден 1996 жылдары Тәукейұлы Сұлтан, 96-дан 2000 жылдары Тәукейұлы Сұлтан, Раздығұлы Сандалқан, 2000-нан 2004 жылдары Раздығұлы Сандалқан, 2004-ден 2008 жылы Ақбарлы Бәкей, 2008-ден 2012 жылы Әлмәлікұлы Тілейқан, 2012-ден 2016 жылы Ақбарлы Бәкей, Әлмәлікұлы Тілейқандар басқарып келді. Дерек 1952 жылдан 1990 жылға дейін Моңғол халық республикасының халық ұры депутатының Сеңгіл сымынан туған 14 мүше 38 жыл бойы басқарып келген. 17-ші дерек. Сеңгіл сымыны тумаларынан мемлекеттік озат малшы лауазымымен 30 адам, екі реткі озат малшы лауазымымен 4 адам, Монғолия мемлекетіне еңбек сіңірген қайраткер лауазымымен 30 адам сыйланған және Сеңгіл сымынан Монғолия мемлекетіне танылған 5 осқыш туып шыққан. 18-ші дерек. Аталмыш Сеңгіл сымынан Монғолия мемлекетінің еңбек батыры, Монғолия мемлекетінің халық батыры, Монғолия мемлекетінің мемлекет және қоғам қайраткері, Монғолия мемлекетінің мемлекеттік сыйлығының лауреаты сияқты атақтарды алған адамдар болмаған. 19-ші дерек. Сеңгіл сымыны Монғолия мемлекетінің ең батыс нүктесі болып есептелінеді. 20-ші дерек. Монғолия қазақтарының аймағы болып есептелінетін Баян-Өлгий аймағында жалпы саны 14 сымын болса да, Монғолияның қазақтар басқаратын негізгі органдарында Баян-Өлгий аймағының 14 сымынан тек қана Сеңгіл сымының мүшелері ұзақ жылдар бойы басқару органдарында жұмыс істеп кадрлық қызмет атқарғанымен ерекшеленеді. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, астына комментарияға пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Және де арнамызға жазыла кетіңіздер. Келесі кезекте қандай видео шығарайық? Астына комментарияға пікір етіп қалдыра кетіңіздер.